Арма қазағым, бұл бейнеде мен қанттың неге зиян екенін айтып кеткім келеді. Енді мен зайырлы адам боламын. Андай діни нестіге адам 5000 жыл бұрын пайдалы болды деген нәрселерге сеніңкіремеймін, сенбеймін. Эволюция теориясына жығылып, жаңағы қанттың неге зиян екенін бізге айтып берейік. Сонымен адам маймылдан тараған болады. Біріншінде маймыл болды, адам хомо сапиенс болу үшін еттің дәмін көреді. 2 миллион жыл бойы етті жеп, адамның миы дамып, ақыр аяғында хомо сапиенсқа сондай деңгейге жетеді. Ет біздің миымыздың дамуына, соның барлығына өте үлкен әсер береді. Сонымен 13 мың жыл бұрын, яғни жақын арада деп айтуға болады, былайынан эволюция несін бойынша ол өте кішкене уақыт болады. 13 мың жыл бұрын нанды ойлап тапқан шумерлер. Нан ол деген енді көмірсу болады, ол да үлкен зиян әкеледі. Қант деген бәле, ол тіптен жақын арада пайдалы болған нәрсе болады. Біздің денеміз неше миллион бойы қант жемеген, жаңағы нан жемеген, ондай тамаққа үйренбеген. Сондықтан біздің денеміз оларды қабылдамайды, өте нашар қорытады. Кейде тіптен жаңағы дәрумендердің қорытылуына олар бөгет болады. Сонымен қант белая смерть деп атайды ғой, естіген шығарсыздар. Толығырақ оқып көріңіздер, интернетте ақпараттар өте көп болады. Жеңіл желпі өзіңіздің денсаулығыңызға қараудың қажеті жоқ. Сонымен мына жастар коланы, пицца, самсаны опыра жеп ішіп жатқандар, энергетикті. Сіздер енді жаңа дәуірдің балаларысыздар. Неге ақпарат барлығы бар, неге оқып ізденбейсіздер, неге өз денсаулықтарыңызды күтінбейсіздер? Ол сіздер коланы ішіп спортзалға барып, жаңағы зарядка жасағаннан қандай денсаулық болады? Одан негізінде ешқандай денсаулық болмайды. Сонымен біздің қоғамымызда мынандай ой тараған, фрукты, яғни жеміс-жидек, ол өте пайдалы деген сияқты, ода дәрумен көп деген. Жеміс-жидекте фруктоза деген нәрсе бар, ол қанттың бір түрі болады. Ол жай ғана біздің асқазанымызға, ішімізге керек емес нәрсе болғаны былай тұрсын, ол біздің асқазанымызға өте үлкен зиян келтіретін нәрсе. Ол біздің сүйегімізді құртатын зат болады. Сондықтан балаларыңызға жаңағы жеміс-жидекті бермеңіздер. Осылай, аман болыңыздар.